20 ғасыр қазақ халқы үшін өркендеу дәуірі еді. Сол ғасырда алаш арыстары өз дауысын баспасөз арқылы жеткізуге тырысты. Сол баспасөздердің бірі Бірлік туы газеті. Мұстафа Шоқай, Бірлік туының жаны менен жүрегі. Ол газетті Түркістан халқының азаттығы үшін арнады. Ол өз мақалаларында халықты ояту, білім менен бірліктің маңызын түсіндіреді. 1918 жылы кеңес билігі орнаған соң Бірлік туы жабылды, ал Мұстафа Шоқай эмиграцияға кетуге мәжбүр болды. Бірақ оның қозғаған тақырыптары әлі күнге дейін әр адамның жадында тұр. Мұстафа Шоқай 1890 жылы Сырдария губерниясында дүниеге келген. Ол 6 тілде еркін сөйлеген. Мұстафа Шоқайдың тіл білімі ерекше болған. Ол қазақ, орыс, француз, неміс, ағылшын, түрік тілдерін жетік меңгерген. Францияда тұрып, халықаралық конференцияларда сөз сөйлегенде аудармашыс қатысқан. Ленин менен Сталинді жеке таныған. 1917 жылы Ресейдегі уақытша үкімет кезінде Мұстафа Шоқай Петроградта жұмыс істеген. Сол кезде Ленин, Троцкий, Сталин сияқты тұлғалармен кездескен. Бірақ ол большевиктердің әдісіне келіспей Түркістанның тәуелсіздігін жақтаған. 1941 жылы 27 желтоқсанда Берлин қаласында қайтыс болған. Бірлік газетіндегі мұндай мақалалар жарық көрді. Түркістандағы оқу ағарту, әйел теңдігі, жер мәселелері туралы. Газеттің бас тұрғаны бірлік болмай тірлік болмас. Басылымдарда ұлттың саяси санасын оятуға арналған мақалалар жарияланып тұрды. Онда қазақ, қырғыз, өзбек сияқты бауырлас халықтардың ортақ мүддесі Түркістан автономиясын құру идеясы көтерілді. Бірлік туы газеті тек қана газет емес, ол ұлттың намысының айғағы. 20 ғасырдың басында Түркістанның тағдыры қыл үстінде тұрды. Бір жағында азаттық аңсаған алаш зиялылары, екінші жағында отаршыл биліктің қысымы. Осындай қиын кезде Бірлік туы газеті халықтың жалғыз мінберіне айналды. Ол сөз еркіндігін, ой тәуелсіздігін қорғаған алғашқы басылымдардың бірі болды. Газет әр нөмірінде бір ғана ойды ұсынды. Бірлік ұлттың тірегі, білім елдің қаруы. Бірлік туының беттерінде жазылған әр жол күрестің үні еді. Ол қағазда басылғанмен рухы жүректерде қалды. Мұстафа Шоқай бастаған ұлт зиялылары халыққа үміт сыйлады. Олар Түркістан біздің ортақ үйіміз деп жар салды. Сол үн бүгінге дейін жетті. Біз еститін әр еркін сөздің түбінде Бірлік туының рухы бар. Ақ найзаға сүйеніп қалғыдың қазақ, адай қазақ үйсінім арғыным қазақ, жалғызым қазақ, жалғызым қазақ. Отан деген кеуденде жалғызым қазақ, сан өткірдің басыңнан зар